Короче, достар, бүгін үйге көшіп келдік. Аман есен қара шегенде тегілеп кеткен. Тағы бір заттарды кіргізіп, ошын туысқандарым келді, мама папалар келді. Оны қазір бөлек сіздерге сторис саламыз. Қазір ет жейін деп жатырмыз. Астанадан жеңгеміз келді. Енді жай жазып жатырмыз, шыны керек сториске шығып жатырмыз. Соны сіздерге айтып қойын деп жатырмын. Енді осы үйден стористер күтесіздер, құдай қаласа. Қайырлы күн, қалайсыздар баршаларыңызға? Завтрак етіп алдық. Тамақ ішіп алдық. Короче, жеңгелерім, мамаларым қыдыруға кетті. Біз пока үйдеміз. Енді қазір енді пока сіздер үйді көрсеткен жоқпыз. Енді бір үй емес, енді бір керемет бір 5-6 комнат көрсететініміз бар жоқ, 2 комнат өзі. Соны қазір бір кішігірім бір рилс дайындап жатырмыз, сіздерге соны салып, соның полный обзор сіздерге көрсете береміз. А так қазір завтрак етіп ұйқыдан оянып, ұйқыдан оянсаң даладан ар жақтан ремонт болады, дыр, короче. Зато қызық, иә. В общем, қайырлы күн. Ал мама келді. Аллаға шүкір қап. Рахмет. Бала бірінші рет көріп қалай екен, мама? В общем, әлі көрсеткен жоқпыз. Күшті ма? Сізге прям күшті жарасып кетті, мама. Ой, балдық, шықтық. Енді дальше. Шырын қайда барамыз дальше? Орео ішеміз. Қайда барамыз? Қазір біз қатты жейміз. Бәріміз сладкоежкамыз. Бабл-ти. Айзере, сен қандай түрін атасың бабл-тидің? Орео. Бәрімізге орео ұнайды екен. Қазір қыздармен бәріміз жейміз. Міне, кетіп бара жатырмыз. Жаяулатып, кішкене төмен жай өтеміз. Мама, сіз мамаш көрмеген екенше? Түсінбей қалды. В общем, сол күшті, дала күшті аттыр, бірақ мен сонда да жылқа еніп аттым ше. Кеттік ал. И, кстати, аңсарда жаңа куртка, жаңа шапка жеңгем алып берді. Күшті, рахмет. Аттан түсіруге болады дейді ғой. Сол, күшті настроение. Алейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ал енді бүгін 22 наурыз, точно мейрам бүгін. Баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Олыс оң болсын, ақмол болсын, қайда барсақ та жол болсын. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар, қолдаушыларым, ағайындарым, жақындарым, баршаларыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Құрметті достар, түрге мән бермейміз, өйткені бұл деген түр жақсы бір ұйқының планын орындағандыр. Өйткені біз түрімен жұмыс жасадым, бүйттім, сөйттім, пландарды жаздым, сіздерге бір күшті нәрсе дайындап жатырмын. Алдында гитараға байланысты, тағы да басқа да мәселелерге байланысты. Енді көптеген адамдар кеше қойған вопростарыма жауаптарын қайтарған екен. Оған ешқандай таланттың анау ештеңе керек емес, главный еңбек, главный қызығушылық дейді. Дұрыс, ең бірінші барлық нәрсеге қызығушылық арқылы біз көп нәрсеге шешім қабылдаймыз негізінде. Енді бұйыртса осы тақырыпта бір күшті нәрселер жасаймын, айтам, бүгін кешке қарай күтіңіздер, бұйыртса бірге болыңыздар. Пока что басқа стористар сала тұрам, бірақ та фокустың барлығын кешке қарай қайтадан осы темаға, осы әңгімеге алып келеміз. Хорошо? Давайте.